والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetçiler, Ramazan mübarek olsun başımıza. Kasiyetli kadetini başımızda Allah'a жазған dua тілектерімізді, құшықтарымызды kabul etкен olsun. Mına ne ayında 10 türlü жағдай дейді, Arapça. 10 ahvalin tad'u laka fiha al-malaikatu. عند عيادة المريض مسكولة. Arapça karşılığını koydum. 10 türlü жағдай дейді, 10 türlü ahval дейді. Осы 10 türlü ahvalda, 10 türlü жағдайда періштелер сіз үшін дуалап дейді. Біріншісі, عند عيادة المريض, ауырған кісінің көңілін сұрағанда, барып зиярат етіп, ауырған бір мұсылман бауырын көңілін сұрайтын болса, сол кезде, сол жерде періштелер сол кісіге dua qiladi ekan. Ya Alloh, Xudosi kechirgin deb duo qiladi. Ikkinchisi, indal wuqufi fi as-saff al-awwal fi as-salah. Namozda avvalgi safda turgan кезде, birinchi safda avvalgi safda turgan кезде sol odamga perishta duo qiladi. Uchinchisi, inda ta'limin nasal khayra. Adamlarga yaxshilikni o'rgatgan кезде. Yani adamlarga yaxshilikni o'rgatib, vaazlar yaxshi narsa o'rgatib bo'lsa, сол үйретіп жатқан адамға періштелер дуа қылады. Төртіншісі, айындан жүлуси фил масжиди бa'да сола. Намаз оқып болғаннан кейін, намаз оқып болғаннан кейін, жамаатына шығып кеткеннен кейін мешіт ішінде қалып, дуа қылған, зікір қылған адамға періштелер дуа қылады. Бесіншісі, айындан науми аля тахарати. Дәрет алып, дәретпен ұйықтаған кезде сол адамға періште дуа қылады бекіншісі. Алтыншысы, айында зиярати ахин лака филла. Аллах Тағаланың разылығы үшін бір туысқан бауырыңызды зиярат еткенде, сол зиярат еткен адамның күнәсін кешіріп, періштелер дуа қылып тұрады екен. Зиярат кезінде. Туысқан осы. Жетіншісі, айында тәнаули сухур, осы біздің болсын, біздің жағдайымыз болсын. Сәресі ішіп атқан кезде, сол сәресі ішіп атқан адамдарға періште дуа қылады. Көрдіңіз ме? Қандай көрдіңіз? Сегізіншісі, айында дуа лиахика бизахрин ғайб. Ғайыпта, яғни қасында болмаған, сыртта болған, ғайыпта болған бір бауырына дуа қылған кезде. Пайғамбарымыз айтқан, ад-дуа мин захрин ғайб мустажаб дейді. Bir ғайыптағы көрінбей тұрған бір басқа жақтағы бір мұсылман бауырына бір мұсылман дуа қылатын болса, соның дуасы қабыл болады деген. Сол мұсылман бауырына дуа қылған кезде, сол дуа қылатын адамға періштелер дуа қылады деген. Я Алла, осы тілегімді өзі Аллах осы тілегімді саған да берсін деп, ана тілегімді адамға періштелер дуа қылады. Тоғызыншысы, الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ayet etken adamға perişteler dua qiladi. Onuncusu, indal infaqi fi sadaqa. Sadaqa berib жатқан кезде, сол sadaqa berib жатқан adamға perişteler dua qiladi. Bu onuncusu mu? Ne onuncusu? Muhammad yerden? Peygamberimiz aytқан, la yaruddul qadara illa du'a. Tağdır esneşe özgürtmeydi, tek qana dua özgürtmeydi. Сол үшін жаңағы дуа қылып жаңағы яғын болады. Қазақ тілі мақұл ғой, жаңағы батамен ерді көрір, жәмірімен жешін көреді. Сондай осы дуаның несі керемет өте күшті болды. Баршамызға осы уағызымызға амал қолымызды әсбесін. Уақыт дағуаны, алхамдулиллахи раббил алемин. Құдай көрсін, керемет.